Ордабасы ауданы. Сол жерде Мұхтар Алиевич бір жақсы жұмыс жасады. Бір 40 шақты ма, 50 шақты ма балаға сүндетке отырғызды. Арғайсына велосипедін сатып алып берді. Арғайсына жаңағы басқа енді подаркілерін беріп, сөйтіп. Енді қарасақ, анау больницасы көне, шаршап тұрған больница. Енді көп жері уже жерге кіріп кеткен больницаны. Бөлек. Сол маған айтады, жоқ, мұнаны не істейміз? Көріп тұрсын ғой. Давай больница салайық осы жерге. Жарайды, салайық. Сөйтіп, енді о кезде қазір білмеймін. О кезде шапшаң шешілетін едік. Сол кезде енді анау больницаның проектісі жоқ, ештеңе жоқ деген секілді. Бір жердегі областной больницаны проектісін алып сол жерге қондырып, соны салып бердік. Енді оған үкіметте де айту керек қой, неге сен сұрайды ғой мені, сонда енді анау трасса, травмалар көп. Көрдіңіз бе? Енді өздеріңіз білесіз, анау Бекзат бауырымыз анандай больница болғанда мүмкін аман қалар ма еді деген секілді. Сол жерге сондай больница керек деп барлығы үкімет мүшелері қолдап, сол жерге сол Мұхтар Алиевичтің арқасында қазір енді керемет больница. Ол іштен емес, оны под ключ жасадық қой енді. Бүкіл оборудованиесі бәрі шетелден. Мінекей Мұхтар Алиевичтің мықтылығы, біріншіден адамгершілігі, екіншіден ғалымдығы, үшіншіден батылдығы, батырлығы осыда.